Сәлем достар, мен бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайын болатын күлшеғыз деген оңай торттың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, пікір қалдырып лайк басып кетіңіз. Тортқа қосатын барлық ингредиенттердің толық өлшемін описанияға жазып қойдым. Ең алдымен жұмыртқаға шым-шым тұзды қосып көпіргенше араластырамыз. Оның үстіне сгущенканы қосып тағы да көпіргенше араластырамыз. Одан кейін оның үстіне қопсытқышпен ұнды қосып тағы да араластырамыз. Ең соңында ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Біздегі қамырдың консистенциясы осындай болуы қажет. Дайын болған қамырды теңдей 4 бөлікке бөліп, 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Мен осындай пергамент қағазды осылай дөңгелек формамен өлшеп тура 4 бөлікке бөліп алдым. Егер сіздердің формаларыңыз болмаса, яғни 22-20 сантиметрлік формаларыңыз болмаса, осылай пергамент қағазын өлшеп алып, осылай жұқа етіп жайып, біркелкі етіп жайып шығып пісірсеңіздер болады, немесе 20-22 сантиметр формаларыңызға салып пісірсеңіздер де болады. Оған дейін біз торттың кремін дайындаймыз. 20-25% қаймаққа вареный сгущенка мен бір ас қасық какаоны електен өткізіп қосамыз. Осылай венчиктің көмегімен де араластыруға болады, немесе тез араласқанын қаласаңыздар миксермен де араластырыңыздар. Какаоның және вареный сгущенканың іртіктері болмау қажет. Осылай біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің корждарымыз пісіп шықты. Осылай пергаменттен оңай ажырайды. Енді 20 см кольцоның көмегімен корждардың формасын әдемі қылып кесіп аламыз. Шеттерін осылай алып қаламыз. Қазір біз онымен торттың сыртын сәндейміз. Осындай ұсақ қалған корждарды блендердің немесе қолдың көмегімен үгітіп алып, торттың сыртын сәндейміз. Осылай 4 коржды да кесіп алғаннан кейін тортты жинауға кірісеміз. Осындай кольцоды жинасаңыздар болады, немесе формада да жинай берсеңіздер болады. Ең астына осылай кремді жағып аламыз. Ары қарай видеода көрсетілгендей етіп торттарды жинап шығамыз. Құрметті көрермен, егер менің видеом сізге ұнаған болса, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Тортты жинап болғаннан кейін бетін пищевой пакетпен жауып, холодильникке 1-2 сағатқа жібереміз. Сол кезде біздің тортымыз формасын жақсы ұстайды. Егер сразу кольцодан шешіп алып сәндейтін болсаңыздар, торттың формасы бұзылып кетуі мүмкін. Мен холодильникке 2 сағатқа жібердім. Одан соң тортты сәндеуге кірістім. Кішкене алып қалған креммен бірінші шет-шеттерін жағып шықтым да, сосын бағана алып қалған корждарды блендермен ұсақтап сәндеп шықтым. Ең соңында өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен шоколадты ерітіп сәндедім. Сіздермен бірге болған Ғайжан Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.